IPO-да Air Astana акцияларын қалай сатып алады? Бүгін Air Astana IPO-сына қатысу жолдарын қарастырамыз. Air Astana IPO-сына қатысатын инвесторларға акция мен жаһандық депозитарий қолхатының баға диапазоны белгілі. Яғни бір акция 2,13-2,75 доллар аралығында, ал бір ГДР 8,5-11 доллар көлемінде сатылады. Air Astana IPO-сына қатысу үшін сізге ең алдымен брокерлік шот қажет. Ол үшін Жусан мобильдік қосымшасын жүктеп, аз уақыттың ішінде тіркеуден өтесіз. Әрі қарай экрандағы нұсқаулық бойынша инвестициялар бөлімінде брокерлік шот ашасыз. Брокерлік шот ашқан соң оны теңге немесе доллармен қажетті сомаға толтырыңыз. Брокерлік шотты Жусан картасы арқылы бір күнде және комиссиясыз толтыруға болады. Теңгеде акцияларға қалай өтінім береміз? Air Astana IPO-сы кезінде акция сатып алудың ең тез жолы Жусан қосымшасының инвестициялар бөліміндегі Air Astana IPO деген баннерді басу. Әрі қарай IPO параметрлерімен танысып, қатысу батырмасын басу қажет. Одан кейін биржаны таңдайсыз. Кассе Air Astana теңгедегі жай акциялары, немесе AX теңгедегі жай акциялары, әлде AX доллардағы ГДР. Айта кететін жайт, Air Astana'ның бір ГДРі Air Astana'ның 4 акциясына тең. Кассе мен AX биржаларында акция сатып алу да солай жүзеге асады. Сіз биржаны таңдаған соң, сізде өтінім рәсімделді деген жазу шығады. Сізде өтінім берудің екі жолы бар. Олар нарықтық және лимит өтінімдер. Қалыпты жағдай бойынша нарықтық өтінім бірінші тұрады. Өтінім түрін таңдауға мүмкіндік беретін батырманы басу арқылы өтінім түрін өзгертуге болады. Нарықтық өтінім. Нарықтық өтінім кезінде сіз Air Astana акцияларына инвестициялағыңыз келген соманы көрсетесіз. Ал сіз көрсеткен сомаға сатып алынатын бағалы қағаздар саны 8 ақпаннан кейін, яғни бір акция бағасы қанша екені белгілі болған соң анықталады. Егер мәміле сомасы өтінім сомасынан аз болып қалса, қалған ақша сіздің брокерлік шотқа қайтарылады. Сол себепті нарықтық өтінімді таңдап, соманы енгізіңіз және сатып алу деген батырманы басыңыз. Әрі қарай енгізілген деректерді тексеріп, егер бәрі дұрыс болса, көп ретті құпия сөзді теріп, растау батырмасын басыңыз. Осы әрекеттерді жасаған соң, сіздің акция сатып алуға берген өтініміңіз қабылданды. Өтінім мәртебесін білу үшін портфель операциялар бөліміне өтуге болады. Лимит өтінім. Лимит өтінім кезде бағаны көрсету алдында баға диапазонын ескеріңіз. Баға өтінім беру уақытындағы ұлттық банктың теңге курсына сәйкес 2,13-2,75 долларға тең. Теңгедегі диапазон эквиваленті курсы ауытқығанда өзгеру мүмкін, және сіздің өтінім аллокация кезінде мақұлданбауы мүмкін. IPO кезінде акция сатып алғысы келетіндер курс ауытқуын ескере отырып, баға диапазонының жоғарғы шегін тұспалдауды ұсынамыз. Лимит өтімде келесілерді көрсетіңіз. IPO кезінде сатып алуға дайын Air Astana акциясының бағасын теңгеде көрсетіңіз. Көрсетілген бағамен сатып алуға дайын акциялар санын көрсетіңіз. Және де сатып алу батырмасын басыңыз. Енгізілген деректерді тексеріп, көп ретті құпия сөзді жазу арқылы өтінімді растаңыз. ақш долларында ГДРді сатып алуға қалай өтінім береді? Air Astana ГДРін сатып алу үшін брокерлік шотты долларда толтырғаныңызға көз жеткізіңіз. ақш долларында тез толтыру үшін брокерлік шотты Жусан банк картасы арқылы толтыруды ұсынамыз. Брокерлік шотты доллармен толтырғаныңызға көз жеткізген соң, Air Astana IPO баннерін басып, қатысу батырмасын басыңыз. Жаңа пайда болған экранда доллардағы ГДР құралы көрсетілген AX биржасын таңдайсыз. Өтінімді рәсімдеу бетінде лимит немесе нарықтық нұсқасының бірін таңдайсыз. Лимит өтінімде сома мен акция санын көрсетесіз. Ал нарықтық өтінімде тек сомасын ғана жазасыз. Деректерді толтырып, сатып алуды басасыз. Әрі қарай деректерді тексеріп, көп ретті құпия сөзді жазу арқылы өтінімді растайсыз. Құттықтаймыз, IPO-да Air Astana ГДР сатып алуға өтініміңіз қабылданды. Акциялар портфельде қашан пайда болады? Акцияның нақты бағасы өтінімдер кітабы жабылған соң анықталады. Көпшілік күткенде 2024 жылдың 9 ақпанында жариялану мүмкін. ГДР бойынша шартсыз мәмілелер және LCA-де сауда жасау мүмкіндігі 24 жылдың 14 ақпанында сағат 8-де басталады. Ал Кассе мен AX-тегі ГДР және акциялармен шартсыз мәмілелер 15 ақпанда басталуы мүмкін. Егер сізде басқа да сұрақтар болса, біздің клиенттерді қолдау қызметіне хабарласуыңызды сұраймыз. Қоңырау соғу үшін 777 264 40 20. WhatsApp 777 511 10 20.